Сәлем достар. Бүгін крючокпен айкорд техникасымен шнур тоқимыз. Тоқыманы ілмекке үш тор көз жинап аламыз. Цепочка. Біреу, екеу, үшеу. Енді бір тор көзді өткізіп жібереміз де екінші тор көзден жұмысшы жібін алып осылай тоқимыз. Мінекей үш баған пайда болды. Үш бағанды ұстап тұрамыз да қазір крючокты шығарып аламыз. Шығарып алғаннан кейін қатты ұстап тұрамыз да бірінші торды жұмысшы жібін тартамыз, шығарып алып, сосын келесі екі тордан да өткізіп аламыз. Петляларды шығарып аламыз. Осылай шығарып аламыз да қайтадан мінекей үшеуін төменгі жағынан тартып отырамыз. Төменгі жағы бос жіп жағынан біркелкі шығу үшін. Қайтадан крючокты үшеуінен өткізіп жіберіп, немесе екеуінен шығарып жіберіп, бірақ қолымызбен ұстап тұрамыз жаңа босатқан торларды. Сөйтіп бірінші петлядан суырып аламыз, екіншісінен тартып аламыз, жұмысшы жібін, үшіншісінен және де тартып аламыз. Мінекей осында үш баған болады. Қайтадан үшеуін төменгі жағынан ұстап тұрамыз да крючокты үшеуінен сыртынан шығарып аламыз. Сыртқа шығарамыз. Мына үш бос тұрған торларды жібермейміз. Қайтадан осылай жұмысшы жібін тартамыз, тоқып, екіншісін тағы жұмысшы жібін іліп аламыз. Біреуінен өткізіп, үшінші тор көзден де жұмысшы жібін алып, үш баған жасап қоямыз. Үш бағанды тағы да ұстап қаламыз. Ұстап тұрамыз, шығып кетпейтін деп, крючокты шығарған кезде шығып кетпеу керек. Сондықтан оны қысып ұстап тұрған дұрыс. Жұмысшы жібін тартамыз. Екінші тор көзден тағы өткіземіз. Крючоктың бойында қалады. Үшіншісі де бойында қалады. Сонан кейін жаңағы тәсілмен астынан ұстап тұрамыз. Крючогымызды шығарып аламыз. Сонда әдемі бір тегіс бір келкі болып шығады. Бұл айкордтың крючокпен жұмыс істейтін тәсілі. Бұл баулар көп нәрсеге, тоқымаларға тоқитын кезде пинеткаға керек, сумочкалар жасағанға, кішкентай балаларға ремешок, әртүрлі жағдайға келе береді. Көп тараған бұл түрі шнурдың. Мінекей осылай. Арт жағын бетіп айналдырып қарасақ, мінекей созылмалы, дөп-дөңгелек әдемі болып шығады. Тоқу барысында тым бос қылып та жібермеу керек, тым қатты да тартып жібермеу керек. Өстіп бірақ ананы шығарған кезде, ілмектен шығарған кезде шығып кетпейтіндей астын ұстап тұрған жақсы бас жағында. Кейін үйреніп алғаннан кейін ұстамай ақ қоюға болады. Әбден опытный болғандар ұстамайды, тез-тезден тоқып жібереді. Бірақ үйренем деушілерге әзір ұстап жүрген жақсы ана төменгі жағын оңайлау болады. Өстіп қысыңқырап ұстап тұрсаңыз шығып кетпейді. Өстіп айналдырып тоқыла береді. Қазір кішкене біраз өсіңкіресін. Ақырын асықпай тоқи берейік. Бірге тоқиық қыздар, жеңіл болады. Енді бұны жақсы білетін адамдар бұл видеоны қарамайтын да шығар. Енді үйренішке өзім білгенімен бөлісіп, солай ынталанып жүрген қыздар үйреніп алса екен деп көрсетіп жатырмын.
Міне қыздар, өстіп жалғастырып тоқи берейік. Қазір жылдамдатып тез тоқып бітіруге тырысамыз. Осы айкорд техникасын спицамен де тоқуға болады. Ол да өте жақсы шығады. Осы алдындағы видеоларда мынау күрчөкпен тоқымай жүрген қыздар болады ғой, тек спицамен ғана тоқитын. Сол спицамен де тоқу әдісін алдағы видеоларымда көрсеткенмін. Ссылкасын жіберіп қоямын қазір. Қажет болып бара жатса, оны да көріп өтіңіздер. Бірақ узоры, мына өрнегінің бәрі туп-тура осындай болып шығады.